Алматыдағы Баум тоғайы заманауи әрі қауіпсіз алаңға айналады. Шаһар тұрғындары жасыл алқапты жандандыру жұмыстарына оң баға берді. Бірақ абаттандыру жұмыстары аясында бір ағаш кесілмейді. Алматы қаласының әкімдігі осылай деп мәлімдеді. Аумақты көріктендіру жобасы аясында қандай шаруалар атқарылады? Тоғай қалай өзгереді? Тақырыпты әріптесім Гүлмарал Изатқызы толықтырсын. Баум тоғайы Алматының солтүстік бөлігінде Сейфуллин мен Сүйінбай даңғылдарының арасында орналасқан жасанды жасыл алқап. Ол 1894 жылы 137 гектар алаңда салынған. Сол уақыттан бері шаһар тарихына куә болып, көпшіліктің сүйікті серуен орнына айналды. Таза ауамен тыныстап, бой жазуға зейнеткерлер де жиі келеді. 18 жылдан бері біз осында заниматься етеміз. Лечебная физкультурамыз бар, скандинавская ходьба бар. Сонымен бізге мына дубовый роща керемет. Денсаулығымызды шынықтырып, мына зейнеткерлер денсаулықтарын түзетіп. Тоғайда қазір абаттандыру ісі қолға алынған. Жауаптылардың сөзінше мұндай ауқымды жұмыс көптен бері жүргізілмепті. Аумақта атқарылатын шаруа аясында ең алдымен табиғи ортаны сақтап қалуға ерекше көңіл бөлінеді. Мәселен, көше шамдарының жарығы ондағы аң құсқа зиянын тигізбеуі керек екені ескеріледі. Мен күнде келем деп айтсам дұрыс болады. Мен осы жақында тұрам. Таңертең сағат 6-7-лерде тұрам. Сол сағат 7-7:30-ға дейін осы жерде жүгіріп жүрем өзім келіп. Осы Бауманға жақсы жолдар салса, жақсы мысалы адамдар жүретұғын, адамдар демалатын орындар салып, көркейтсе, керемет жақсы болар деген ойдамыз енді. Абаттандыру жұмыстарында цемент, бетон бұйымдар қолданылмай, тек экологиялық материалдар пайдаланылады екен. Барлық талаптарға сай жүргінші жолы мен энергия үнемдейтін жарық шамдар орнатылып, келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін полиция бекеттері мен бейнебақылау камералар қойылады. Как мы знаем, да, особо охраняем природная территория. Баум тоғайы ерекше қорғалатын табиғи аумақ екені белгілі. Жалпы абаттандыру жұмыстары биыл шілде айында басталды. Оның шеңберінде біз тоғайды 3 аумаққа, белсенді, экологиялық және рекреациялық аймақтарға бөлеміз. Жоба аясында мұнда 7 балалар ойын алаңы, 6 воркаут аймақ пайда болады. Қалалық қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасының мәліметінше басты мақсат жасыл алқапты сақтап қалу. Сондықтан аумақты көріктендіру ісі барысында көп шаруа техниканың көмегінсіз атқарылып жатыр екен. Сондай-ақ абаттандыру аясында жасыл желек қорын көбейту жоспарланған. Айта кетейін, тоғайды түрлендіру жұмыстары келер жылдың мамыр айында аяқталады. Гүлмарал Изатқызы, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы.